Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын сосиска в тесте пісіріп үйренеміз. Дәл осы рецептпен пісірсеңіздер, қамыры бір жасағаннан өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құйып, үстіне қант пен тұз салып, жақсылап араластырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, астында подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Енді бір шай қасық ашытқымызды салып, және жақсылап араластырамыз. Енді барлығын жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 40 грамм сұйық май құямыз. 40 грамм сұйық майымыз 5 ас қасық болады. Егер таразыларыңыз болмаса, осылай үлкен қасықпен 5 қасық құямыз. Енді ұн салып, қамыр болғанша илейміз. Массамыз қоюланғанша бірнеше қасықпен араластырып, кейін жұмсақ қамыр илейміз. Енді бетін жауып, жылығып орап, 1,5-2 сағатқа қамырымыз көтерілгенше қоямыз. Негізде 2 сағат өтті, қамырымыз да көтеріліп ашыған екен. Енді қолымызды майлап, қамырды ыдысынан аламыз. Қолымызды майлағаннан кейін қамырға ұн сеудің қажеті жоқ. Осылай қолымызбен жайлап басып, кейін оқтаумен жаямыз. Міне қараңыздар, қамырды жайып болдым. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болды. Енді қамырды бөліктерге бөлеміз. Тура видеодағыдай жіңішке бөліктерге бөліп кесеміз. Менде 13 бөлік шықты. Енді барлығын кесіп болғаннан кейін тура видеодағыдай қамырды шұжыққа ораймыз. Барлығын орап болғаннан кейін енді табамызға пергамент қағазын жайып, үстіне оралған қамырларымызды қойып, бетін жауып 10 минут демалдырамыз. Қамырларымыз демалғаннан кейін және іседі. Қараңыздар, қазір піскеннен кейін өте жұмсақ болып шығады. Енді қамырларымыз қызарып, әдемі болып шығу үшін бетіне жұмыртқа жағамыз. Пештеріңізді міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыздар. Енді алдын ала 200 градуста қызған пеште 20-25 минут пісіреміз.
Міне біздің сосиска в тестеміз пісті. Қараңыздар, қызарып өте әдемі болып шықты. Енді барлығын бір ыдысқа жинап, қазір сіздерге ортасын ашып көрсетемін. Қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Қараңыздар, сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге және сіздердің отбасыңызға ұнайды деп ойлаймын. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар. Сіздермен болған Алия, сау болыңыздар.